Осы видеоны бейне жазбаны жазайын ба жазбайын ба деп көп ойландым. Өйткені ол сізді біздің мынау әлеуметтік жерде жаман жаңалықтар көп. Мінекей мынау Россияда естіген шығарсыздар, иә, 10 жасар тәжік баланы пышақтатып өлтірген. Сол не үшін десеңіз, ол енді қараңыз, ол тіке айту керек, ол фашизм деп, сондай нәрсе деп, нацизм деп. Өйткені ол жігіт 15 жасар әдейі іздеген, сол мектепке кіріп, өзінің бейне жазбасы бар, қарап жүреді. Сонда ол анау бір преподаватель іздеген ғой, соны өлтірем деп. Сосын таба алмағасын, сол 10 жасар баланы тауып алып, сен кімсің, ұлтың кім деп сұрап алып, соны пышақтап өлтірген. Иә, қайғылы жағдай, әрине. Мына Тәжікстан халқына өте жаман тиді, өзінің еліне апарып қойды. Мен айтарым ода емес, енді мен айтарым, ол жайдан жай барып мені өлтірейін деп барып өлтірген жоқ. Ол ананың сүтімен келген нәрсе, оның жанұясында, соның ортасында айтып жүрілген нәрсе. Ондай нәрсе көп болады деп ойлаймын мен ол жақта. Өйткені қазір бәрі сондай фашизм, расизм, нацизмға кетіп бара жатыр, құрдымға. Қарасаңыздар, әлеуметтік жерде ондай көп. Сондай мұндай жаман жаңалықтармен бөліспей қойын десең де, соны айта кетейін дегем. Ондайға бізде кетіп қалмайық. Жаман ұлт болмайды, жаман адам болады. Абай болайық, балаларымыз аман болсын.